Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бір ерекше пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол банан қосылған пирог өте дәмді әрі нәзік шығады. Осы рецептпен жасап көрсеңіз өкінбейсіз. Ең бірінші жұмыртқа мен қантымызды жақсылап миксермен араластырамыз. Содан кейін ұн, какао қопсытқыш үшеуін електен өткізіп қосамыз, араластырамыз. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді өтінемін. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Ең соңғы сүт және сұйық май қосып араластырамыз. Тестаның сұйықтығы қатты қою немесе қатты сұйық болмауы керек. Кальцоның астына фольга қолдандым, тестамызды құйдым. Форманың көлемі 18 см, қызып тұрған 180 градустағы печкада 15-20 минутта пісті. Келесі желатин мен жылы суды араластырып бір шетке қойып қоямыз да кремін дайындауға кірісеміз. Кремін дайындаймыз. Отқа қоятын ыдыс болуы қажет. Жұмыртқа мен қантты салып жақсылап араластырамыз. Крахмалды салып араластырамыз. Қаймақты салып жақсылап араластырамыз. Енді осы кремді отқа қойып, араластырып тұрып қайнатамыз. Осылай беті жыбырлап қайнағаннан кейін астын өшіреміз. Сары май саламыз. Сары май ерігенше араластырамыз. Және жаңа дайындаған желатинді қосамыз. Енді осы аралықта коржиктің ортасынан кесіп, екінші жағын видеодағыдай майдалаймыз. Кремнің аз мөлшерін кальцодағы коржикқа, жартысынан көбін майдаланған коржикқа салып, толық араластырамыз. Кальцодағы коржикке крем жағып болғаннан кейін дәл осылай 4-5 штук бананды бүтіндей арасына қоямыз. Үстінен қою тестамызды құямыз да бетін тегістеп холодильникке 1-2 сағатқа қалдырамыз. Холодильниктен алып, шетін пышақпен босатып, асықпай кальцоны аламыз. Кальцоны алмастан бұрын әдемі болу үшін үгетілген кез келген шоколадты бетіне сеуіп шығамыз. Пирогымыз да әдемі көрінеді. Міне дайын болды. Осы рецептпен дайындап көріңіз. Пирог өте дәмді шыққан. Астарыңыз дәмді болсын.